Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сіздермен Гүлназ Амантай біз бүгін жалпы органиканы толық нөлден бастап үйренетін боламыз. Органикаға кіріспе, яғни бүгінгі тақырыбымыз алкандар. Енді бізге алғаш рет органика терминін ғылымға 1807 жылы швед ғалымы Бецелис атты ғалым енгізді, яғни органикалық химия осы ғалымның атымен тікелей байланысты. Енді біз осы уақытқа дейін биорганика бөлімін өттік. Жалпы биорганикада енді бізде органика мен биорганиканың қандай айырмашылықтары бар? Осы айырмашылықтарды айта кетейін. Биорганика, органика мен биорганиканың ең бірінші бір-бірінен айырмашылығы мыналар: менде жану реакциясына толық түседі. Яғни биорганикалық заттарда, яғни жану оттегімен қосылу реакциясына түседі. Бірақтан органикалық қосылыстардың биорганикалық қосылыстардан басты айырмашылығы олар толықтай жана алады. Яғни олар осылармен бір-бірімен биорганикалық қосылыстардан естедеген ерекшеленеді. Бүкіл органикалық қосылыстар жанған кезде бізде көмірқышқыл газы мен су бөлініп шығады. Ең маңызды тағы да бір айырмашылығы: биорганикалық қосылыстарда бүкіл элементтер бар. Яғни бүкіл элементтер қолданылады. Ал органикада бүкіл элементтер емес, көп жағдайда көміртек, сутек, оттек деген элементтер ең көп қолданылатын элементтердің қатарына жатады. Ал енді кәдімгідей бүкіл металдарды, элементтерді біз органикада қолдана алмаймыз. Кеттік ары қарап, енді көміртек қаңқасының құрылысына байланысты. Енді көміртек қаңқасы деген сөз белгілі бір деңгейде, мысалы кезекпен кезек орналасты. Олар қаңқа, мысалы ол қаңқа деген сөз скелет сияқты ғой. Мысалы адамның, мысалы мен адам болатын болсам, менің скелетім бар. Яғни ол белгілі бір деңгейде сүйектерден құралған. Ал енді көміртек қаңқасы деп отырғанымыз, ол қаңқаның құрылысы көміртек деген элементтерден құрылған. Соған байланысты көміртек қаңқасының құрылысына байланысты біз органикалық қосылыстарды ациклді және циклді қосылыстар деп жіктейміз. Ациклді алифатты немесе ол ашық деген мағынаны білдіреді, ал циклді ол менде тұйық деген мағынаны білдіреді. Осы ациклді қосылыстары деп отырған көміртек тізбегі тармақталған, тармақталмаған ашық қосылыстарды айтамыз. Қазір бұларға түсініктеме беріп, мысалдар келтіремін. Ал циклді қосылыстарға көміртек атомдары тұйық тізбектен тұратын қосылыстарды айтады. Осының ішінде ациклді қосылыстарға алкандар, алкендер, алкадендер жатқызамыз да. Ал циклді тұйықтарға оларды біз екіге жіктейміз: карбоциклді және бізде гидроциклді. Олардың өкілдеріне циклондар, ароматты көмірсутектер, фенолдар, тағы да бізде басқа да органикалық қосылыстар жатады екен. Енді ең маңызды нәрсе ашық. Мұндағы тұйық тізбек деген ол қандай мағыналарды білдіреді? Осыған біз не істейміз? Жақсылап тоқталатын боламыз. Енді назар аударыңдар. Мына жерде бізде ациклді қосылыстар, органикалық қосылыстардың бірінші өкілдері, олар бізде ациклді, яғни немесе циклді емес қосылыстар. Біз оларды екіге жіктейміз: қаныққан және бізде қанықпаған. Қазір алдағы уақытта түсіндіремін қаныққан, қанықпаған дегендерді қалай есте сақтауға болады деген сияқты. Тек қана біз көміртек қаңқасының құрылысына байланысты түсініп алсақ болды. Яғни сондай мида бір белгілі бір ұғымдарды қалыптастырсақ болды. Яғни қаныққан деген сөз көміртек атомдары бір-бірімен өзара дара, яғни дара деген сөз ол менде сигма байланыс, яғни сигма байланыстар арқылы байланысады. Сигма байланыстар деп отырмыз, арасындағы сызықтарды айтып отырмын. Міне, мұнда бар деген сияқты осылар менде сигма байланыстар. Осылар менде ациклді немесе ашық деп отырғаным, яғни бұлардың құрамында белгілі бір байланыстар болмайды және бұлар ашық деген сөз көміртектер бір-бірінен кейін кезекпен кезек ашылып, яғни орналасып тұр. Бүйтіп бұларды бірдеңе қоршап тұрған жоқ, сондықтан олар менде ашық деп аталады. Қанықпаған қосылыстар бар, олар да тура сондай. Мысалы көміртектер кезекпен кезек барлығы менде не істеп тұр? Орналасып тұр. Яғни бізде көміртек осы қаңқасына байланысты бұларды біз ациклді, яғни ашық тізбекті қосылыстар деп атайды екенбіз. Әзірге сендерге мыналардың атауларын біліп қажет емес, тек қана ашық тізбек не екендігін түсінсеңдер, ұғынсаңдар болды. Келесі, енді циклді тұйық тізбекті органикалық қосылыстарды біз карбоциклді және гетероциклді деп жіктейміз. Уже қараңдар. Айырмашылығы бар ғой? Мына жақта менде ашық, яғни циклді емес қосылыстарда көміртектер кезекпен кезек бір-бірімен орналасып кетті. Ал менде уже тұйық тізбекте оларды бір-бірін қоршап тұрады олар. Яғни мысалы тұйық тізбек деген мынау. Тұйық тізбек деген сөз көміртек атомдар кезекпен кезек емес, барлығы жинақталып белгілі бір нәрсені құрап тұр. Яғни тұйықталып тұр деген мағынаны білдіреді. Мына жерде де тура сондай. Енді карбоцикл деген карбоциклді жалпы органикалық қосылыстар деп отырғанымыз, яғни осы циклдің құрамында көміртек атомдары кіреді, тек қана көміртек және сутек атомдары. Яғни ал менде гетероциклді деген, гетеро деген ол менде әртүрлі деген мағынаны білдіреді. Бұның құрамында көміртек, сутек, одан бөлек тағы қосымша элементтер болады. Мысалы қосымша элемент мына, мынаның гетероциклді болып тұрған себебі мына жерде менде азот деген элемент бар. Сендер бұл жерден карбоциклді мен гетероциклдіні осылай ажыратсаңдар болды. Бірақ әзірге мына формуланың атауы қандай деген сұраққа жауап таппай-ақ қойыңдар. Себебі бізге қазір бірінші сабақта бұлар ондай қажет емес, сондықтан біз тек қана мағынасын түсінсек болды. Енді бізде көміртек атомдар арасындағы байланыстың табиғатына қарай көмірсутектерді біз қаныққан көмірсутектер, қанықпаған көмірсутектер, ароматты көмірсутектер деп жіктейміз. Қаныққан, қанықпаған сөздерге мән береміз. Ароматты. Қаныққан көмірсутектерге алкандар, олардың жалпы формуласы CnH екен плюс 2. Одан кейін барып циклоалкандар, оларға CnH екен. Енді алкандар, олар менде ашық тізбекті,
Бағана айттым ғой, цикл алкандар олар менде тұйық тізбекті. Уже мына жерден қайсының циклді емес екендігін ажыратуға болады. Алкен, алкаден, мыналардың барлығы ашық тізбекті деп айттым. Ал менде арендер олар менде тұйық тізбекті болады. Осылай ажыратып үйрену керексіңдер. Мыналардың кез келген өкілдерін сұрайды сендерден. Ашық тізбекті, тұйық тізбекті, органикалық қосылыстарды белгілеңіз деген сияқты сұрақтар келеді. Енді ең маңызды нәрсе, біз бүгін мыналарға тоқталмаймыз, тек үстінен ғана аттап өтем сендерге. Қаныққан, қанықпаған дегендерді келесі сабақтарда жаймен біртіндеп таныса беретін боламыз. Әзірге сендер не үшін бөлініп жатырғандығын түсіну керексіңдер. Сосын қаныққан көмірсутектер, олардың өкілдеріне біз алкандар мен цикл алкандарды жатқызамыз. Цикл алкандар олар менде тұйық тізбекті, бағанағыдай көміртек атомдары тұйықтар орналасады, ал алкандарда олар ашық орналасады. Сондықтан бұлар менде ашық тізбектіге жатады. Бүгін біз мына алкандарға тоқталамыз. Енді қаныққан көмірсутектер, сөзге мән берсек, қаныққан деген қандай мағынаны білдіреді? Мысал ретінде оған бір мысал келтірейін. Мен чай ішіп отырамын да, чай құям, сосын барып мына жердегі бір қантты салам барып. Сол кезде мына қанттың астына барамын. Сол кезде астына барамын болғанда, мына қантты салған кезде қант ішінде еріп кетеді ғой. Егер еріп кете беретін болсам, ол менде қанықпаған деген мағынаны білдіреді. Қанықпаған деген сөз ол әлі қантқа қаныққан жоқ. Сондықтан ол қанықпаған. Егер мен екінші қантты саламда, оны салам қайтадан еріп кетеді. Әлі қанықпаған көмірсутек ол. Ал мына жерде үшінші қантты салам, тағы да еріп кетеді. Тағы да еріп кетсе, ол да менде қанықпаған. Ана төртіншісін салған кезде мына астында ермей қалып кетеді уже. Ол уже менде қаныққан, уже ермей астында мына қант қалып кетсе, ол менде қаныққан деп аталады. Енді бұны мен өмірмен байланыстырып бір мысал келтірдім. Енді қаныққан, қанықпаған көмірсутектер дегенді қалай ажыратамыз? Қараңдар, қаныққан көмірсутектер деген сөз көмірсутек деген сөзге мән береміз. Көміртек және сутек. Бұларда көміртек пен сутектің саны өздерінде жеткілікті. Бұларға артық көміртек пен сутек керек емес деген мағынаны білдіреді. Егер қаныққан деген сөз өздерінде көміртек пен сутек атомдарының саны жеткілікті, болды, қажет емес деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына жерде сендерге жаңа бұлай жіктеп көрсеттім ғой, қараңдар, мысалы қанықпаған мыналарда көміртек пен сутектердің саны жеткілікті болса, мыналарға көміртек пен сутектердің саны жетпейді. Бұларда аз көміртек пен сутектердің саны, ал мыналарда менде толық. Яғни бұлардың қаныққан көмірсутекке жататын себебі тікелей осыған байланысты екен. Кеттік әрмен қарап жалғастыратын боламыз. Енді менде бүгінгі өтетін тақырып бізде алкандар. Алкандардың жалпы формасы CnH2+2. Олардың бүкіл өкілдері осы формуладан шығады. Мысалы, менің үйімде менің 7 бауырым болатын болса, барлығымыздың бір формуламыз, ол біздің әкеміз бен шешеміз. Тура сол сияқты бізде алкандарда да белгілі деңгейде формула болады. Олар сол формуладан шығады. Енді бізде сандар керек болады. 1, 2, 3, 10-ға дейінгі біз сандард білу керекпіз. 4, 5, 6, 7. Егер 1 деген келсе, оны моно деп атаймыз. 2 деген келсе ди, 3 деген келсе три, 4 деген келсе менде тетра, 5 деген келсе ол менде пента, 6 деген келсе ол менде гекса, 7 деген келсе гепта деген сияқты бізде кете береміз. Бастапқы осы жетеуінің аттарын біліп алсаңдар болады. Бізге қазір алдағы уақытта атау бойынша қажет болады. Енді ары қарап жалғастырам. Бізде мына жеріне формаға салам. CnH2 менде +2. Енді алкандар деп отырғанымыз не? Соған тоқталайын. Алкандар дегеніміз жалпы формасы CnH2+2 болып келетін қаныққан көмірсутектердің бүйтіп ашық тізбекті, ашық тізбекті қаныққан көмірсутектер. Алкандар деп отырғанымыз бізде осы. Олар осы формадан шығады. Мұндағы, яғни сандарға типіміз n дегендер тұр ғой, осы n дегендердің орнына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сияқты сандард қоя береміз. Сонда алкандардың біз өкілдерін анықтаймыз. Мысалы, мен айттым ғой, менің үйімде 7 бауырым бар, менің үлкен сестрам бар, тағы бір сестрам, мен үшіншісімін деген сияқты. Егер мен үшінші бала болатын болсам, тура сол сияқты алкандардың да үшінші баласын табу үшін n дегендердің орнына 3-ті қоямыз. Мысалы, С3, 2 сутек тұр, 2 көбейтілген 3 плюс 2. Жазған кезде С3 мынау 8 болады, С3H8. С3H8 деп аталамын. Яғни мен С3H8 деген сияқты. Өзінің атауы бар. Мысалы, С3H8 алкандарды пропан деп атайды. Оларда соңында ан деген не болады екен? Сөз болады. Осы нәрсеге не істейміз? Жақсылап назар аударамыз. Енді мен тура осы жерлерден формулаларды шығарам. Мысалы, мен мына жерге n-нің орнына уже мен мысалы 1-ді қояйын. 1-ден бастап қоям. С1 2 көбейтілген 1 плюс 2. Бұл жерде менен С4 деген форма шығады. Неге? Енді химияда, математика сабақтарында 1 деген сан химияда көрінбейді ғой, сондықтан 1 деген жазбаймын. 2-ге көбейтемін 1-ді, оған қосам 2-ні, С4 шығады. Біріншісі ол менде метан. Метан, анмен аяқталады барлығы. Егер сосын бір нәрсені есте сақтаймыз. Барлығы осы формуладан шыққан қосылыстардың барлығы CnH2+2-ден шыққандар, олар менде гомологтар деп аталады. Гомологтар деген сөз ол бір-бірімен бауыр. Яғни мысалы менің 7 бауырым бол, әлі біз үйде жетеуіміз, яғни 6 бауырым болса, барлығымыз бізде гомологтарды құраймыз. Себебі бәріміздің формуламыз бірдей, бәріміз бір формуладан шықтық. Тура сол сияқты біз алкандарды не істейді екенбіз, жасайды екенбіз. Қараңдар, алкандардың алғашқы 10 өкілін көрсем, мысалы бүйтіп ойлайсыңдар, мынау менің
10 бауырым. С4, С2H6, С3H8, С4H10, С5H12, С6H14 деген сияқты өздерінің атаулары бар. Бұл жерде біріншісі метан, аттарын жатқа білу керексіңдер. Екіншісі менде этан, одан кейін барып мынау менде пропан. Мына жерде алдында н деген тұр, ол менде нормаль деген мағынаны білдіреді. Нормаль. Яғни сондықтан не деп ойлап қалмаңдар, ол нормаль бутан, нормаль пентан, нормаль гексан, нормаль гептан, нормаль октан, нормаль нонан, нормаль декан. Яғни мысалы С4 болатын болса, оның атауы бутан деп тұр, дұрыс па? Одан кейін барып менде С5, H12, ол менде пентан, барлығы немен аяқталып тұр? Анмен аяқталып тұр. Олардың барлығы менде гомологтар. Мысалы ұбытта сұрайды. Мына С4 метанды береді, осының гомологы кім дейді? Сол кезде сен мына формулаларды белгілей алу керексің. Енді бұл жердегі формулалардың барлығы бағанағы менде алкандардың жалпы формуласынан шығып тұр. Яғни С2 H2 менде плюс 2-ден. Мысалы мына формуланы көрсетейін. С6 H14. Мына жерге 6 деген санды қоямын. С6 2 көбейтілген 6 плюс 2. Яғни С6 12, мынаны қоссам 14. С6 H14. Барлығы осы формуладан шығады. Мына жерде де С5 H12 5, яғни сутекке 5-ті көбейтем плюс 2. Яғни С5 H12 деген менде ненің формуласы шығады екен? Пентанның формуласы шығады. Енді бір нәрсе ескере кететін, мына жерде берілген мына формула менде молекулалық формула деп аталады. Алкандардың молекулалық формуласы. Мысалы мына жерде құрылымдық формула деген тұр. Мыналар менде құрылымдық формула. Мынау С2H6 мен С3 деген мағына бірдей мағынаны білдіреді. Ол неге енді былай болып тұр деген сұрақ. С3 болып тұр. Бұл менде ашылып жазылып жатыр уже. Мына жерде С2H6 қосылып бір-бірімен жинақталып жазылды. Ал мына жерде ашылып жазылып тұр. Көміртектерді жеке-жеке ашып жазған. Енді бір сұрақ, мына жерде неге біз С3, нерде С3, неге үшеуден тұр? Неге бұлай тұрған жоқ деген сұрақ. Мысалы, нерде 6 көміртек бар, екеуін қоссам менде бәрібір С2 H6 деген форма шығады. Мына жерде неге 5? Мына жерде неге 1? Яғни неге өйстіп жаза салмасқа деген сияқты оқушыларда сұрақ туындайды. Неге мына жерде 3? Мына жерде неге 3 болады деген сұрақ. Енді бір нәрсені есте сақтаймыз. Органикалық химияда бізде көміртек жалпы ең жоғарғы 4 валенттілікті көрсетеді. Көміртектің 4 валенттілігі сақталу керек. Қараңдар, нерде көміртектерді жазам. Қараш, қасында 3 сутек. 3 сутек деген сөз, сутек ол менде 1 валенттілікті көрсетеді ғой. Егер мен нерге 1 сутек, мына жерге 1 сутек, мына жерге 1 сутекті орналастырсам, ортада орналасып тұрған көміртек менде не мағынаны білдіреді? 4 жағынан 4 қол тұр. Ол менде 4 валентті деген мағынаны білдіреді. Сондықтан оның жағын 4 валентті болу үшін қасына 3 сутекті қосу керек. Өйткені бір байланысып тұр. Мына жерге де мен тура солай 1 сутек жазатын боламын. Тура осы сияқты менде не істейді екен, орналаса береді екен. Мыналарды сендерге былай жаттап қажет емес. Әзірге оқушылар қиналып, яғни сендер ең бірінші алкандарды ары қарап толық органика бөлімін үйреніп кете алу үшін мына формулаларды жатқа білу керексіңдер. Аттарымен С4 метан, С2H6 этан, С3H8 пропан, С4H10 бутан деген сияқты қателеспей мынаны бүйтіп С2 деп жаттаудың керек жоқ. Бұндай формулаларды көміртек сутек атомдардың санын қосып шығара салуға болады. Қара. Біреу, екеу, үшеу, төртеу отыр ма? С4, мына сутектердің бәрін қосасын H10. Болды, С4H10 деген формула шығады. Мынаны кім екендігін түріне қарап осылай таба саласың сен. Яғни сондықтан мына формулаларды жаттап кереміз, бірақ бұл ашылып жазылған формула, ол менде құрылымдық формула деп аталады. Әрмен қарап жалғастырамыз. Мысалы, енді бізде алкандардың өкілдеріне тоқталдық. Осындай шарозекті модельдер беріледі мысалы. Мына жерге мен газдың суретін қойып қойдым. Өзі бізде С4 метан деген бар, С2H6 этан, С3H8 пропан. Именно осы пропан ол менде кәдімгі үйде қолданылатын газ бізде. Мыналардың барлығы менде газдың рөлін атқарады. Қазір физикалық қасиеттеріне де тағы да тоқталамыз. Яғни мынау кәдімгі біз үйде күнделікті тамақ істеуге қолданып жүрген газ, ол менде пропан газы. Сендерден осы нәрсені ұбытта көбірек сұрайды. Сосын мысалы осындай шарозектің модельдері береді да, мына алканның формуласын тап дейді, атауын тап дейді. Осыны беріп қояды. Сол кезде қарайсыңдар, көміртек тұр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 4 сутек онда С4. Мынаның атауы не болады деген сөз? Ол менде метан болады деген сөз. Аттарын бірінші жаттап аласыңдар. Яғни мен сендерге түсіндіріп жатырған күннің өзінде ана аттарын бірінші жазып аласыңдар. Мына жерден сол кезде ғана түсінесіңдер. Болмаса мынаны жазып алмай, түріне қарамай, тек қана сабақты көріп кете беріп түсінбедім деген нәрсе пайда болады сендерде. Сондықтан мынаны бірінші жазып аласың, сосын барып, мынаған қарап отырып, менің не түсіндіріп жатырғаныма қарайсың. Мына жерде менде екеу тұр. С2, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. С2H6 ол менде неге? Этан деген формуланы береді. Яғни алкандардың формуласын осылай жасырады. Кеттік, енді ары қарап алкандардың номенклатурасына тоқталатын боламыз. Енді номенклатура дегенде олардың атауы. Мысалы мен дүниеге келсем, маған белгілі бір деңгейде куәлік беріледі, иә. Сол куәлікте мысалы Совет Гүлназ Амантайқызы деп жазылып тұрады. Тура сол сияқты кейін мысалы мен ертең өсе келе, жасым өсе келе мен әртүрлі атаулармен еркелетіп атайды ғой. Сол сияқты алкандардың номенклатурасы деп отырғанымыз оларды атау. Алкандарды қалай атаймыз? Алкандарға біз ан жұрнағын жалғаймыз. Алкандарды ажырату үшін ең соңында мысалы метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан
айтсаң анмен аяқталып тұр барлығы. Олар менде алкандар деп аталады. Одан кейін барып менде алкилдер деген болады. Енді қараңдар, айырмашылығы алкандардың жалпы формасы CN H екен, менде +2. Ал алкилдер деген болады, немесе бұлардың екінші атауы менде радикал деп аталады. Бұлардың жалпы формасы CN H екен, уже менде +1. Айырмашылығы тек қана мына жердегі 2 мен мына жерде бірде ғана. Қараңдар, атаулар өте бір-біріне ұқсайды. Метан, яғни анмен аяқталып тұр. Мына жерде жаңағы алкил деп тұр ма, илмен аяқталып тұр. Бәріне метил. Аттары бір-біріне ұқсайды. Метан, метил. Бірақ екеуі екі түрлі формуланы береді. Біреуі радикал, біреуі менде алкан. Сондықтан осы нәрсені түсініп аламыз. Яғни радикалдарды біз R деп белгілейміз. Сосын енді қараңдар, этан, пропан, бутан, пентан, гексан. Сендер мынаны жаттап алатын болсаңдар, алкилдердің формасын жаттап керек емес. Себебі неге? Алкилдерден бір сутекті азайтып отырасыңдар. Алкандарда мысалы CH4 болатын болса, бұл менде не деп аталады? Мысалы метан. Сен бұдан алкил түзу үшін ердегі сутекті азайта саласың бір ғана сутекке. Сол кезде ол сенде метил болады. Айырмашылығы осыда ғана. Мысалы C2H6 болатын болса, ол сенде этан. Анмен аяқталып тұр ғой. Ерден бір сутекті азайта саласың C2H5. Сенде осы этанға сәйкес келмейді, эт деп жазасың. Одан кейін барып ил. Арқасына илді жалғасасың. Этил мынаның атауы. Радикалдың атауы этил деп аталады. Неге бұны өту керекпіз? Біз қазір алкандарды атап үйренеміз. Жалпы алкандарға қандай атаулар тән, сол үшін бізге мыналарды білу өте маңызды. Алкилдерді екінші атауы радикал. Көрдіңіздер, енді алкил емес, радикал деген атаулармен есейдеген аталады екен. Ары қарап жалғастырамыз. Енді алкандардың номенклатурасы бойынша бізде молекулалық формула, қысқартылған құрылымдық формула және толық құрылымдық формула деген болады. Молекулалық формула деп отырғанымыз бағанағы жинақталып жазылған формула. Мысалы мен C3H8 жазам, оның атауы менде пропан. Енді пропанның менде қысқартылған құрылымдық формуласын қалай жазам? Ең бірінші нәрсе мен былай жазамын. Көміртектің санына қараймын. 3-3 ма, 1-2, 3 деп жазып аламын. Сосын сутектердің саны менде 8. Енді мына 8-ді қалай орналастырамын деген сұрақ. Bir нәрсені еске түсірем. Көміртек всегда 4 валентті. Енді қараңдаршы, мына ортада тұрған көміртектің екі жағынан екі қолы бар. Яғни оның екі валенттілігі сақталып тұр. Ол 4 валентті болу үшін оған неше сутек жетіспейді? 2 ақ сутек жетіспейді. 3 сутек қоссам, уже менде ол 5 валентті болып кетеді. Маған 4 валентті болу керек. Сондықтан мен мына жерге жазамын. Мына жаққа 1 сутекті қоямын, мына жаққа 1 сутекті қоямын. Сол кезде енді мынау менді не осы түсіну үшін өйстіп жазып жатыр. Көміртек ортада 4 жағынан 4 қол тұр, оның 4 валенттілігі сақталып тұр. Бірақ енді менде қысқартылған құрылымдық формуланы жазу үшін 2 сутекті мен былай орналастырмаймын, мынаның қасына орналастыра салам былай. Осылай орналастырсам болады, 2 сутекті немесе мына жағынан орналастырсам болады. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Сосын қара, енді мында орналасып тұрған менде көміртек бар. Көміртектің мынау екеуін байланыстырып тұрған ортада бір ғана сызығы бар. Бұл бір ғана валентті болып тұр. Онда ол бізде 4 валентті үшін оған 3 сутек жетіспейді. 1, 2, менде 3. Бірақ енді мынаны былай ашып-ашып жазбаймын, себебі бұл менде қысқартылғанға жатпайды. Сондықтан мен жазған кезде мыналарды валенттіліктерді тек түсіну үшін айтып жатырмын. Мына сызықты байланыстар дегенді. Бұған мен 3 сутекті қоя салам. Сол кезде ол 4 валентті екендігін түсінемін. Неде біреуі бар, мына 3 сутекпен ол менде 4 валентті болады. Келесі, мына жерге де 3 сутек қоям, нәтижесінде менде оның несі 4 валенттілігі сақталады екен. Мынау менде қысқартылған құрылымдық формула деп аталады. Енді қараңдар, жинақтап жазған кезде 1, 2, 3 көміртек, сосын барып менде сутектерден қаншау бар деген сөз 8 бар. Мына формуланы қайтадан беріп тұр. Бұл менде қысқартылған құрылымдық формула деп аталады. Негізі формулалардың әлі өте көп түрі бар. Біз оларды алдағы уақытта өтеміз. Бүгінгі тақырыпқа осыға жеткілікті. Енді толық құрылымдық формула деген бар. Толық құрылымдық формула кезінде тағы да 1, 2, 3 деп жазам. Енді менде толық деген сөз көміртек сутектерді жеке-жеке ажыратып жазам. Ал мына жерде көміртек пен сутекті біріктіріп жаздым, дұрыс па? Сәл-сәл болсын ашып, мына жақта толық жинақтап жаздым, мына жерде сәл ашып жаздым, ал мына жақта мен бүкілін ашып жазам. Енді қара, мына жерде менде ортада көміртек орналасып тұр, оның екі жағынан 2 валенттілігі тұр. Ол менде 4 валентті болу үшін оған 2 сутек жетіспейді. Сондықтан 1 сутегі мында, 1 сутегі мында қоям. Ал мына көміртек тұр, оның бір ғана қолы тұр, ол 4 валентті болу үшін оған 3 сутек жетіспейді. Сондықтан мына жаққа 1 сутек, мына жаққа 1 сутек, мына жаққа 1 сутек. Неге бүйтіп сутектерді қоя салмасқа деген сұрақ туындайды. Қараңдар, мына көміртек сутек тұрма, оның бір сызығы тұрма, мына ненің де сутектің де валенттілігі сақталу керек сендерде. Сосын мына жерде 1 сутек тұр, оның валенттілігі сақталып тұр, 1 сутек тұр, оның валенттілігі сақталып тұр, мына сутек тұр, валенттілігі сақталып тұр, мына сутек тұр, валенттілігі сақталып тұр. Мынау тұр менде бір сызық болып, мына жақта 1 сутек, мына жақта 1 сутек, мына жақта менде 1 сутек. Болды осылай. Мынау менде толық құрылымдық формула деген несі деген мағынаны білдіреді екен. Енді тағы да бір осы нәрсе түсінікті болу үшін тағы да 1-2 мысал келтіре кетейін. Молекулалық формулаға мысалы мен C2H6-ны келтірем, этанды келтірем. Этан екендігін қарап отырасыңдар, просто так бетіне қарап отпаңдар. Анаяқтан формула апай этан екен қақтан біліп жатыр деп атауларын бердім сендерге. 2 көміртек тұрма, 1, 2 деп ашып жазам. Сутектердің санын мына 3-ді қоям, мына 3-ді қоям. Мынау сонда менде қысқартылған құрылымдық формула болды. Енді толық құрылымдық формуласын сутектерді ашып жазам. 1, 2, менде 2 болды. Мына 1 сутек, мына жаққа менде 1 сутек, мына жаққа 1 сутек, мына жаққа 1 сутек, мына жаққа 1
сутек, мына жаққа 1 сутек. Болды, мынау менде толық құрылымдық формула деп аталады екен. Әрі қарап жалғастыратын боламыз. Енді бізде ең маңызды нәрсе, ең маңызды тоқтала кететін бір нәрсе бар бізде. Алкандардың белгілі бір деңгейде номенклатура бойынша атау. Оның өзінің ережесі бар. Қалай атаймыз? Мысалы, маған осындай органикалық қосылыс беріледі. Қараңдар, маған мынандай органикалық қосылыс беріледі да, осының атауы мен қалай атаймын енді. Өзінің атаулары болады ғой белгілі бір деңгейде. Ең бірінші нәрсе бізге мынау, қараңдар, берілген тізбектегі көміртектер кезекпен кезек орналасып тұрған, ол жерден біз ең ұзын көміртек тізбегін тауып аламыз. Кезекпен кезек өзі ұзын сияқты болып көрініп тұрады. Мысалы, мынау менде ең ұзыны болып көрініп тұр, иә. Осы жерден ең ұзынын тауып аламын. Ең ұзынынан кейін қалып кеткен көміртектер болады ғой. Мысалы, мынау қалып кетті ғой. Олар менде уже радикалдың рөлін атқарады. Радикал деген сөз бағанағы алкил. Яғни мынау радикал, сосын мынау радикал. Атын атағанда енді қараңдар. Мынадан бастайсыңдар. Ұзын тізбектен санайсыңдар тек қана. Мына 1, 2, 3, мына жерде менде 4 болып тұр. 1, 2, 3, 4. Мынаның атын атаған кезде 2-де менде СH деген бар. СH дегеннің аты ол менде метил ғой, дұрыс па? Онда 2, одан кейін 3-те де бар. 3-ті жазамын. Одан кейін бар метил, 2 метил тұр ғой. Мына жерде метил бар, мына жерде метил бар. Онда D деген бағана айттым, иә? Ол 2 деген мағынаны білдіреді деп. Бағана жазып алыңдар деп айтқан, мен жазып көрсеткем. Яғни диметил, диметил деген сөз метилдан 2 бар деген мағынаны білдіреді. Сосын ең соңында мынандай ұзын көміртекті былай бөліп алдым ғой, сол 4 көміртек бар. Санайсыңдар. 1, 2, 3, 4. 4 көміртегі бар. Алкан ол менде не болады екен? Бутан. Сонда мынаның атауы менде 2,3 диметил бутан деген мағынаны білдіреді екен. Тура осылай, екіншісінде солай істеймін. Мына жерде ұзын тізбек тауып аламын. Ұзын тізбек міне көзіме көрініп тұр. Одан кейін ұзын тізбектен қалғандардың барлығы ол менде алкил немесе радикалдың рөлін атқарады. Сонда мен мына жерге радикалды белгілеп қоямын. Кешірім сұраймын. Мына жерде менде радикал бар. Енді қараңдар. Мына жақтан бастап санаудың да өзінің реттілігі болады. Қараңдар. 1, 2, 3, 4 деп санасам қате болады. Мынаны атаған кезде мен 3 деймін, метил деп кетсем қате болады. Неге қате болады? Енді бір нәрсе, тағы да бір ереже бар. Енді мына жерде орналасып тұрған, жоғарыдағыларды өшірейін. Мына жерде орналасып тұрған менде, қараңдар. Мынау менде ұзын тізбек болды. Мына радикал, мына көміртекке оң жаққа немесе сол жаққа қайсына жақын орналасып тұрады, сол жақты белгілеймін. Мына жаққа менде жақын ғой, мына жаққа жақын. Мына көміртекке сәл алыс орналасып тұр ғой, дұрыс па? Сондықтан көміртектерді нөмірлеп санағанда 1, мына бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, төртінші көміртек деп белгілеймін. Сосын мынаның атауы, қара енді екінші көміртекте SH3 метил деген бар. Яғни оның атауы менде 2 метил деймін. Осын ең соңғы нәрсе, қараңдар, ұзын тізбек санайсыңдар. 1, 2, 3, 4. 4 көміртек бола ма? Сендерде 4 көміртек болса, оның атау менде бутан болады деген сөз. Осылай сендер не істейді екенсіңдер? Атауларын атап кете береді екенсіңдер. Әрмен қарап жалғастырамыз. Енді алкандардың тағы да атауы бар. Тура осылай атаймыз. Бірінші көздеріңе көрінген ұзын тізбек тауып аласың. Ұзын тізбек мен көзіме мынау болып көрініп тұр мысалы. Ұзын тізбектен кейін сендер радикалды табасыңдар. Радикал мысалы осы ұзын тізбектен кейінгі қалғандарым бар радикал болады. Мыналар мысалы менде радикал. Нөмірлігінде енді қара. Осы SH3 дегендер мынаған жақын ба әлде мынаған жақын ба? Мынаған жақын ғой, дұрыс па? Мынадан бастап нөмірлеймін. 1, 2, 3, 4. Қараңдар. 2-де менде SH3-тен 2 бар. Онда 2, 2, D деген сөз SH3-тен 2 болған үшін диметил. Одан кейін барып ұзын тізбекке қараңдар. Ұзын тізбекте не бар? 4 көміртек болса, сендер оны бутан деп атайсыңдар. Онда мынаның атауы 2 диметил бутан деп аталады. Енді мынаның атын атаған кезде бұл тек қана ұзын тізбектір. Бұда ешқандай радикал жоқ, кезекпен кезек. Онда барлығы ұзын тізбек осы болады. Просто так санайсылам. 1 көміртек, 2 көміртек, 3 көміртек, 4 көміртек, 5 көміртек, 5. Сутектердің санын санаймын. 6. Мына жерде менде 10, мына жердегі менде қанша болады? 12 болады. 5 H12. 5 H12-ның атауы міне пентан. Мынаның атауы тек қана менде пентан болады деген сөз. Осылай сендер анықтай бересіңдер. Енді келесі бізде тура осылай беріледі. Мысалы, мына көміртекті тура осылай санай саласыңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 менде H14 болады. Сутектердің бәрін санайсыңдар. Салты H14 сендерде ол менде гексан деген мағынаны білдіреді. Келесі енді мына жерден ұзын тізбек табасыңдар. Ұзын тізбек тапқан кезде назар аударатын нәрсе міне ұзын тізбек үшеу ақ болып тұр. Ұзын тізбектен кейін қалғандары менде мыналар радикалдың рөлін атқарады. Енді бір нәрсе, оң жақтан бастап санайын ба, сол жақтан бастап санайын ба? Қараңдар. Мына жаққа да жақын, мына жаққа да жақын ғой. Екеуінің центрдің ортасында тұр ана радикалдар. Сондықтан, яғни менде мына жақтан санасам да, мына жақтан санасам да дұрыс болады деген сөз. Мысалы, мен жақтан санаймын. 1, 2, 3. Енді қара, 3 тұр. SH3-тен менде 2 бар ғой. 2 диметил. Неге метил деген жердегі сөз қолданылып жатыр? Міне SH3-тің аты метил мұнда орналасқан. Мен мынаны метил деген сөз сол үшін қолданылады. 2 диметил ұзын тізбекте бізде 3 көміртек бар. 3 көміртек болатын болса, ол менде пропан. Мынаның атауы менде пропан болады деген сөз. Осылай менде алкандарды халықаралық номенклатура бойынша
атайды екен. Келсе қаныққан көміртектердің енді гомологтық қатары тура осылай. Сендерде мыналарды санап формулаларын шығарып аттарын атап үйренсеңдер болады. Кеттік, келесі енді дұрыстарды сәйкестендіріп көреміз. Енді бізге керісінше береді сұрақтарды. Қараңдар, мына жерде менде былай тізбекті беріп қойды, санайсың тек қана. 1, 2, 3 көміртек бола ма? С3 сутектердің саны сана. Сутектердің саны 8, С3 H8, ол сенде пропан. Мына вариантқа белгілейсің. Егер мынандай формула берілсе, тағы да ұзын тізбек табасың. Көзіңе көрінген. Мынау менде ұзын тізбектің рөлін атқарады. Ең маңызды нәрсе, одан кейін ұзын тізбектен қалғаны менде не? Радикалдың рөлін атқарады. Енді қараңдар, мына жоғары жақтағын өшіре қойын. Жоғары жақтағын өшірем. Нерде? 1 көміртек, 2 көміртек, 3 көміртек қой. Екінші көміртекте С3 бар. Онда 2 метил, одан кейін барып ұзын тізбекте, мынандай ұзын тізбек деген сөз кезекпен кезек орналасқан көміртек. Сол жерде менде 3 көміртек бар, оның атауы менде пропан болады. Сонда 2 метил пропан дегенді мен есейін варианттан белгілейді екенмін. Келесі енді үшіншісінен ұзын тізбек тауып аламын. Бірінші ұзын тізбек тауып алдым. Одан кейін мына С3 радикалдың рөлін атқарады. Енді қара, осы С3 мына жаққа жақын ба, мына жаққа жақын ба, мына жаққа жақын ғой. Сондықтан мен 1, 2, 3, 4 деп санаймын. Сосын екінші көміртек менде метил бар, 2 метил. Одан кейін барып нерде менде ұзын тізбекте, ұзын қатарда 4 көміртек бар. Оның атауы менде бутан болады. 2 метил бутан деген жауап менде мына вариантта тұр. Осылай белгілейді екенмін. Тура енді мына көміртек бар. Мынаны біз жаңа атағанбыз. Мынау менде ұзын тізбектің рөлін атқарады. Ұзын тізбектен қалғандары, яғни мұндағы мына С3 менде радикалдың рөлін атқарады. Мына бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек. 2 деген сөз С3-тен 2 болған үшін 2 диметил. Одан кейін барып менде пропан. Жауаптан мына вариантты белгілейді екен. Осылай менде сәйкестендіріп анықтай беремін. Енді келесі біз формулаларды керісінше жазып үйренеміз енді. 2, 3 диметил менде бутан деген мағынаны білдіреді. Ең бірінші сендерге осындай формула береді да, өзің сыз деген кезде ең артынан бастайсың. Ең артынан бастағанда қара, бутан. Бутан десе, міне, бутанға қара. Бутанда неше көміртек бар? 4 көміртек бар. Онда 1, 2, 3, 4 деп осылай сызып аласың. Одан кейін барып сенде бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, төртінші көміртек, қодырыс па? Нерде 2, 3 дейді. 2 мен 3-те метил. Метилдің формуласы сенде. Мына 2 мен 3-те метил деген бар деп тұр сенде. С3 деген астына орналастырдым, бірақ бір айырмашылығы астына жазсаңдар да, төбесіне жазсаңдар да айырмашылық жоқ. Мына жаққа мен С3-ті жазсам болады, мына жаққа да С3-ті жазсам болады. Бірақ маған қазір жазуға мына жер ғана ыңғайлы болып тұр. Яғни С3-ті мұнда жазам, С3-ті мұнда жазам. Енді ең соңғысы менде бұларды сутектерге толтырам. Сутектерге толтырам деген сөз қара. Мына көміртек тұр, оның бір ғана қолы тұр. Ол 4 валенті болу үшін оған 3 сутек жетіспейді. Ортада орналасып тұрған көміртек тұр, оның 3 жағынан 3 қолы бар. Оған 4 валенті болу үшін бір ғана сутек жетіспейді. Мына көміртектің мына жақтан қолы бар, мына жақтан қолы бар, мына жақтан 3 қолы бар. Оған тағы да бір сутек жетіспейді. Мына көміртектің бір жағынан бір қолы бар, бұған 3 сутек жетіспейді. Формула менде осылай сызылады екен. Бірінші 2, 3 диметил бутанның формуласы. Уже біз бұны керісінше сызып үйреніп көріп жатырмыз. Енді әрі қарап жалғастыратын болам. Тура осылай менде енді бүйтіп айтады. Мына сұрақта гептан дейді. Ең соңғысынан бастайсың. Гептан. Гептан дегенде енді алкандардың формуласына қара, ол менде 7 көміртек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыссызым ба? 1, 2, 7 болды. Сосын қара. 2, 2, 3. Бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, төртінші көміртек, бесінші көміртек, алтыншы көміртек, жетінші көміртек. Қара, 2, 2 дейді. 3 метил. Мынандай С3-тен сенде 3 бар дейді. С3-тен 3, яғни 3 метил деп тұрған сөз. Сенде 2-де 1 бар дейді. 2-ні тағы тұр мына жерде, 2-де тағы 1 бар дейді. Сосын сенде 3-те тағы 1 бар дейді. Одан кейін барып сенде 4-те этил деген радикал бар. Қара, этилдің түрін. Этил деген радикал С2H5 деген радикал. Сонда сенің формулаң осындай болып тұр деген сөз. Барлығын жазып алып, мен сутектерге толтырам. Қара, мына көміртектің бір-ақ қолы бар, оған менде 3 сутек жетіспейді. Мына ортада тұрған көміртекке қарайсын, бір қолы бар, 2 қолы бар, 3, 4 қол тұр. Бұған уже керек емес деген сөз. Мына жақта менде ортада көміртек тұр, 3 қолы бар, ол менде 4 қолы болу керек, 4 тағы бір сутек жетіспейді. Мына көміртек тұр енді, оның бір қолы бар, екінші қолы бар, үшінші қолы бар. Яғни ол 4 қолы болу үшін бұған тағы да бір сутек жетіспейді. Бір сутекті қосам, мына көміртек тұр, екі жағынан 2 қол тұр. Сондықтан бұған 2 сутек жетіспейді. 4 валентті болу керек. Мына ортада тұрғанға да торс, сондай даған менде 3 сутек жетіспейді. Осылай менде 2, 2, 3, 3 метил, 4 этил гептанның формуласын сады екенмін. Енді келесі формула, мынаны сызып көрсетейін, метил бутан. Бутан дегенде 4 көміртек. 1, 2, 3, 4. Осылай менде не істейді екенмін? Формуланы сызып аламын. Сосын бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек, төртінші көміртек. Сенде екінші көміртекте метил бар дейді. Метилдің формуласын қара мына жерде. С3. Болды. Енді осылай жазып алдым да, енді ең соңғы сутектерге толтырам. Мынаның менде бір-ақ қолы бар, бұған 3 сутек жетіспейді. Мынаның менде 3 қолы бар, бұған 1 сутек жетіспейді, 4 варианты болу үшін. Мынаның 2 қолы бар, бұған менде 2 сутек жетіспейді. Мынаның менде неше қолы бар, бір-ақ қолы бар, бұған 3 сутек жетіспейді. Сендер тура осылай Д, мына Е варианттарында не істейсіңдер? Осылай анықтап көрсеңдер болады екен. Енді алкандардың көміртек типіне байланысты жіктелуі бар. Бізде былай жіктеледі. Біріншілік
одан кейін барып менде екіншілік, одан кейін үшіншілік көміртек атомы, одан кейін менде төртіншілік көміртек атомы деп не істейді екен, жіктеледі екен. Енді біріншілік көміртек атомы дегенімізде бұл өте оңай. Біріншілік көміртек атомына мысалы мына С3 жатады. С3 деген сөз ол тек қана бір ғана радикалмен байланысты, ол біріншілік болады. Қара, арасындағы сызыққа қарайсың. С3 деген ол тек мына С2-мен ғана байланысты тұр, арасын менде бір ғана сызық байланысты тұр. Ол менде біріншілік көміртек атомына жатады. Енді мен тағы да бір түсінікті болу үшін мынаған мысал келтіремін. Мысалы мына С3. С3-те менде біріншілік көміртек атомына саны жатады. Өйткені ол тек қана мынамен ғана байланысты орнатып тұр. Енді мысалы екіншілік дегенді қалай түсінеміз? Мысалы екіншілікке мынаны мен С2-ні жатқызамын. Екіншілікке. Яғни екі жағынан ол екі немен байланысты орнатып тұр? Мынамен байланысты орнатып тұр, мынамен байланысты орнатып тұр. Сондықтан мына орналасқан С2 деген ол менде екіншілік көміртек атомына жатады. Екіншілік, біріншілік дегендерді осылай санайсыңдар. Мысалы енді қараңдар, мынау ше, мынау неге жатады деген сөз. Мынау ортада орналасып тұрған көміртек мына сызықпен байланысты орнатып тұр, мына сызықпен, үшеуімен байланысты орнатып тұр, ол менде үшіншілік болады деген сөз. Енді тағы да бір нәрсе, мына жерде С3 деген тұрда, бұл мынамен байланысты орнатып тұр, мынамен байланысты орнатып тұр, мынамен байланысты орнатып тұр, ортада орналасқан мынау да менде үшіншілік. Бір нәрсе, ұбытта бұл қалай сұралады деген сияқты. Енді бүйтіп сұрайды. Осындай бір органикалық қосылысты береді да, осы органикалық қосылыстың құрамында үшіншілік атом, көміртек атомдардың саны қанша деп сұрайды. Сол кезде сендер санап айта алу керексіңдер. Мысалы, үшіншілікке тек мыналар ғана жатады. С3, үшіншілік көміртек атом саны менде 2. Осы екі көміртек үшіншілік көміртек атомына жатады екен. Төртіншілік көміртек атомы деген болады. Мысалы қараңдар, мына көміртек тұрға ортада орналасып, ол мынамен байланысты орнатып тұр, мынамен байланысты орнатып тұр, мынамен байланысты, мынамен ортасында тұр да, төрт радикалмен байланыс орнатып тұр, онда ол менде төртіншілік көміртек атомы болады екен. Әрі қарап жалғастырамыз. Енді изомерлер деген бар. Изомерлер бұл бізде жалпы мысалы мынандай. Қазақстанда адамдардың саны көбейетін болса, ол тікелей ер мен әйелге байланысты, ол көбейеді. Тура сол сияқты бізде изомерлер болады. Изомерлерде олар бізде органикалық қосылыстардың жалпы формасын көбейтуге көмектеседі. Изомерлер құрамы бірдей, құрылысы мен қасиеттері әртүрлі заттар. Яғни құрамы бірдей, ал құрылысы мен қасиеттері әртүрлі. Құрамы деген сөз жалпы олардың формуласы бірдей. Жинақталған бағанағы молекулалық формула дегенді үйреттім ғой, молекулалық формуласы бірдей. Енді изомерленудің біз түрлерін жіктейміз. Құрылымдық изомерлену, кеңестік изомерлену. Құрылымдық изомерленудің өзі көміртек қаңқасы класс-аралық функционал топтың орны бойынша, кеңестік изомерленуге геометриялық және бізде оптикалық изомерлер жатады. Біз әзірге бүгін тек қана көміртек қаңқасының изомерленуіне тоқталамыз. Бізге өйткені алкандарға тән изомерлену, бізде көміртек қаңқасының изомерленуі. Енді изомерленуді қазір түсіндіремін. Мысалы, алкандардың ішінде бутанның 2 изомері бар, пентанның 3 изомері, гексанның 5 изомері, гептанның 9 изомері, эктанның 18, нонанның 35, деканың 75 изомерлері бар екен. Изомерлер жалпы, мысалы мынандайда бүйтіп айтып тұр, бутанның әртүрлі формулалары бар, бірақ барлығы бір бутанды құрайды деген сияқты. Бұның 2 изомері бар. Көміртек қаңқасы бойынша деген қазір алдағы уақытта түсіндіріп өтемін. Тағы да қараңдар. Енді көміртек қаңқасының изомерленуі дегенде молекулалық формуласы бірдей. Молекулалық формуласы деген сөз мысалы С4H10 деген формула болуы мүмкін. Бұның аты бутан деген сияқты да. Тура осындай менде С4H10 деген формула болады да, бірақ бұның атауы басқа болады. Мысалы қараңдар, мына жерде нормаль N-бутан деген сөз, нормаль бутан, изобутан деген бар, бірақ екеуінің орналасуы әртүрлі болады да, бірақ екеуінің формасы бірдей жинақтап жазылған. Мысалы мен жинақтап жазамын мынаны С4H10, жинақтап жазамын деген сөз, көміртек сутек атомдарын санаймын. Бір көміртек, екі көміртек, үш көміртек, төрт көміртек, сутектердің бәрін қосып шығамын. Сол кезде менде С4H10 шығады. Ол менде бутан, иә. Мына жерде де сондай, біреу, екеу, үшеу, төртеу, төрт көміртек, сутектердің бәрін санаймын. Сол кезде менде бұл жерден С4H10 шығады. Яғни С4H10 шығады. Бірақтан бұлардың орналасуын қараңдаршы, екеуінің орналасуы әртүрлі. Бірақ формулаларын жинақтап жазған кезде бұлардың құрын, яғни изомерлерге назар аударыңдар, қараңдар. Құрамы бірдей, бірақ құрылысы мен қасиеттері әртүрлі. Яғни құрамы бірдей бұлардың. Яғни құрамы деген сөз С4H10. Екеуінде де көміртек пен сутектердің саны бірдей тең. Яғни сол үшін мысалы бұлар бір-бірімен не болады екен? Изомер болады екен. Одан кейін барып менде бұлардың орналасулары әртүрлі. Бір нәрсе, алкандардың өкілдері бар бізде. Мысалы бірінші С4 метан, С2H6 этан, С3H8 пропан. Бұлардың изомерлері болмайды. Алкандардың изомерлері жоқ алкандар деген кезде метан, этан, пропан деп жауап бересіңдер. Изомерлену бізде бутаннан басталады. Яғни сонда мына жерде қараңдар. Көміртек қаңқасының изомерлену деген түсіндірейін. Көміртек қаңқасының изомерлену кезінде, мына жерге қатты ашып жазған, былай ашып жазбай-ақ қояйын. Мысалы мен нормаль бутан сыздам. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жерде менде С3 бар, мына жерде С2 бар. Неге 2, неге 3 болатындығын түсіндірдім, иә. Осы жерде менде осындай қосылыстар бар. Енді ең маңызды дүние мынау
не болып тұр, осылай орналасып тұр да. Енді көміртек қаңқасының изомерлену кезінде бастапқы ұзын тізбекте менде 4 көміртек тұр, иә. Көміртек қаңқасының келесі бұның изомерін түзе алу үшін, яғни көміртектің санын 1-ге азайтамын. 1, 2, 3. Көміртек қаңқасында ең үлкен көміртек қаңқасы 3-ке дейін ғана барады. 2 деген болмайды ешқашан. Осылардың есте сақталасың. Мысалы, бутанның менде 2 изомерінің болуы, оның құрамында көміртек қаңқасы 3-тен аяқталады. Уже мен мынандай изомер құра алмаймын. Мынаның астына орналастырып деген сияқты. Сондықтан 2-ден құралмайды, 3-ден құралады. Мына жерде сонда қара, 4 көміртек тұрды ғой, бірінші бастапқысы бутан. Бутанның келесі бір изомерін түзе алу үшін мен бүйте аламын енді. Қараңдар, көміртектің санын азайтамын біреуге, біреуін радикалға айналдырып жіберемін. Сағаш үш мысалы. Мына жерге 3 сутекті қоямын, мына жерге 1 сутекті қоямын, мына жерге менде 3 сутекті қоямын. Мынаның атауы мысалы менде бутан болып тұрды да. Одан кейін барып мынаның ұзын тізбегін тауып аламын. Бірінші ұзын тізбегі мынау, мынаның енді атауын бағанағыдай атап көрейін. Мынау менде метил радикалдың рөлін атқарады. Қара, мына бірінші көміртек, екінші көміртек, үшінші көміртек. Мынаның атауы менде 2 метил, 2-де метил деген радикал бар. Сол үшін 2 метил болып тұр. Ұзын тізбекте бутан бар. 2 метил менде бутан. Яғни сонда қараңдар, бутан мен, бутан деп мұны кешірім сұраймын. Мына жерде менде пропан. Неге пропан? Ұзын тізбекте 3 көміртек бар, сондықтан оның атауы менде пропан болады деген сөз. 2 метил пропан. 2 метил пропан мен бутан екеуі бірдей формуланы береді. Жинақтап жазған кезде екеуі де менде С4H10. Мынаны жинақтап жазыңдар, С4H10. Мынаны да жинақтап жазыңдар. Көміртек қаңқасының изомерлену деген осы. Көміртек қаңқасының изомерленуде көміртектердің санын, яғни радикалға айналдырып отырамыз, азайтамыз да радикалға айналдырамыз. Сол менде көміртек қаңқасының изомерлену деп аталады екен. Сонда мына жердегі бір-бірімен изомер кем дейтін болса, нормаль бутан, енді изобутан деген сөз осылай орналасуына байланысты аталған. Қараңдар, мұндағы изобутан мен 2 метил пропан екеуі менде бір формуланы береді. Екеуінің мынау екінші атауы, изобутанның мына 2 метил пропан деген екінші атауы. Яғни мына жердегі радикалдардың орнына байланысты атауларын атап тұрмыз. Сондықтан менде изомерлер деп отырғанымыз осы. Енді келесі түсінікті болу үшін пентанды келтіремін. Пентан мысалы ұзын тізбек. Ұзын тізбекте былай орналасып тұр. 1, 2, 3, 4, менде 5 да. Мына жерге сутектердің санына толтыра салайын енді. Мына жерге толтырам, мына жерге толтырам, мына жерге толтырам. Мысалы, мынау менде пентанның рөлін атқарады. Енді бұдан изопентанды түзе алу үшін мен